Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы бірлігі жарасқан ел. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу. Бағалау критерийі: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді және нақты ақпаратты анықтай алады, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап бере алады, шағын диалогке қатыса алады. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысыңдар. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар және сөздерді сөздікке көшіріп алыңдар. Ұлт өкілі, представитель нации, бірлік, единство, ынтымақ, солидарность, тату-тәтті, мирно, дружно, құшақ жая қарсы алу, встречать с распростертыми объятиями, бауырына басу, приютить. Сөздерді қайталаймыз. Ұлт өкілі, бірлік, ынтымақ, тату-тәтті, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу. Оқушылар, жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Ал енді оқушылар, мәтінге көшеміз. Мәтінді мұқият тыңдап, тыңдалған мәтін бойынша тапсырмалар орындауға тырысыңдар. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, қытай, өзбек, корей, украин және тағы басқа тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан-байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болуы керектігін міндет етіп қойды. Ал енді оқушылар, тапсырмаға көшеміз. Тыңдалған мәтін бойынша негізгі ақпаратты анықтаңдар. Мәтіннің негізгі ақпаратын оқушылар сұрақтарға жауап беру арқылы табасыңдар. Значит, ребята, по прослушанному тексту вы должны определить основную информацию текста. Чтобы определить основную информацию текста, вам нужно ответить на вопросы. Мәтінде қандай ел туралы айтылған? В тексте о какой стране говорится? Мәтінде қандай ел туралы айтылған? Қазақстанда қанша ұлттың өкілдері тұрады? В Казахстане сколько представителей нации проживают? Қазақстанда қанша ұлттың өкілдері тұрады? Қазақстанда барлық ұлттар қалай тұрады? В Казахстане как проживают все нации?
Қазақстанда барлық ұлттар қалай тұрады? Қазақстан қандай мекен? Казахстан какое место? Қазақстан қандай мекен? Оқушылар, бұл тапсырманың дескрипторына назар аударыңдар. Сұрақтарға жауап беру арқылы негізгі ақпаратты анықтады 4 балл жинайсыңдар. Және қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтасыңдар 1 балл. Обратите, ребята, на дескриптор этого задания. Задание это оценивается в 5 баллов. Келесі тапсырма. Берілген сұрақтарды дұрыс түсініп, лайықты жауап беріп, шағын диалогке қатысыңдар. Отвечая на вопросы, нужно участвовать в диалоге. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасында қандай ұлттың өкілдері тұрады? Толық жауап, полный ответ. То есть, ребята, у вас должен быть 2 варианта ответа. Толық жауап – это полный ответ, қысқа жауап – это короткий ответ. На один вопрос вы должны уметь ответить полным ответом, а также уметь ответить коротким ответом. Қазақстан Республикасында қанша ұлт өкілдері тұрады? Толық жауап. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қысқа жауап 130-дан астам. Келесі сұрақ. Қазақстан қандай мекен? Үшінші сұрақ. Қазақ халқы кімдерді құшақ жая қарсы алды? Төртінші сұрақ. Оларға қандай жағдай жасады? Бесінші сұрақ. Қазақстан бүгін қандай елге айналды? Алтыншы сұрақ. Назарбаев нені міндет етіп қойды? Оқушылар, осы сұрақтарға толық және қысқа жауап беру арқылы диалогқа қатысыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторына назар аударыңдар. Сұрақтарға толық жауап бересіңдер 1 балл. Сұрақтарға қысқа жауап берді 1 балл. Диалогқа қатысты, сұрақтарға жауап беру арқылы диалогқа қатысты 1 балл. Қазақ тілінің төл дыбыстарын дұрыс айтты 1 балл. Үндестік заңын сақтады 1 балл. Бұл тапсырма оқушылар 5 балға ұсынылды. Ал енді оқушылар, сабақты қорытындылайық. Сұрақтарға жауап беру арқылы диаграмма бойынша сабақты қорытындылаңдар. Қазақстанда қанша ұлт өкілдері тұрады? Олар кімдер? Мысалы, Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады, иә? Олар кімдер? Түріктер, немістер, кәрістер, орыстар, украиндер, тағы басқа ұлт өкілдерін оқушылар атаңдар. Екінші сұрақ. Олар қалай тұрады? Как они живут? Олар, яғни ұлт өкілдері, представители нации, қалай тұрады? Как живут? Үшінші сұрақ. Оларға қандай жағдай жасалған? Какие условия созданы для них? Для них, то есть для представителей других наций в Казахстане. Осы диаграмма бойынша сабақты қорытындылаймыз. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.